Қайырлы кеш барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгін кештегі әңгімеміз бұны танаға арнамақшымыз. Тана қазақтың кіші жүздің алшын, оның ішінде байлы тармағына жататын қазақ руларының бірі. Бұның атауының өзіне де мысалы көптеген ғалымдар назар аударған болатын. Солардың бірі Түркістан автономиясының премьер-министрі болатын белгілі қазақ зиялысы, ғалым, тарихшы Мұхамеджан Тынышпаев болатын. Ол айтады, ежелгі мына Азов теңізінің, Азов қаласының, Дон өзенінің атауы Тана болған дейді. Яғни Тана біздің соғыс қазақ руына тура келеді дейді атауы. Өйткені бір деректемелерде осы Тана қаласында түркі халықтарының тұрғандығы туралы жазылған болатын. Ал бір деректерде деді, бұл енді Дон өзенінің атауы, ол Тана қаласының атауы болсын, Азов қаласының атауы. Бұл Танаис деген грек сөзі дейді, содан алынған дегенде версиялар бар. Енді Кузеев өзінің деректемесінде айтады, Тана болсын дейді, Тама болсын дейді, Тамян болсын дейді. Барлығы да бір-бірімен туыс халықтар, бұлардың барлығы моңғолдың Тумат тайпасына апарып тірейді дейді. Тананың өзі 7 атаға бөлінеді. Бұлар Бессары, Жембет, Ақымбет, Қалқаман, Қарағұнан, Асан, Жолан, Жолымбет, Қараман деген аталарға бөлінетін. Тананың шығу тегі туралы өздері бұлар Алау батырға апарып тірейді. Алау батыр дегенімізге, бұл Алау батыр дегеніміз сонау 14 ғасырдың басында Алтын Орданың билеушісі болатын Жәнібек ханның белгілі де беделді әмір бектерінің бірі болатын Алау батыр. Жаңағы белгілі бір, енді бұл жөнде түрлі варианттар бар ғой, енді болжамдар. Сол жаңағы болжамдардың бірінде Қыдуардың Қайырбай мен Қыдырбай деген екі ұлы болған. Қыдырбайды енді байұлы деп айтады. Осы Қайырбайдан Әлімұлынан шығатын рулар өздерін Қайырбайға апарып тірейтін болса, байұлы өзін Қыдырбайға апарып тірейді. Қыдырбайда 12 бала болған. Соның ішінде мысалы Тана Қыдырбайдың 12 баласының бірі өзінің жаңағы бастауын, соның балаларының бірі Сұлтан Сейітқа апарып тірейді. Басқа да ауызша деректемелерге қарайтын болсақ, мысалы Танаға ең жақын қазақ рулары ол Қызылқұрт, Алаша, Масқар, Байбақты деген рулар қазақ жаңағы Танаға өте жақын болып келеді дейді. Бірнеше зерттеуші ғалымдар, Исхақ, мысалы Измайлов, болмаса жаңағы Сәбитов сияқтылар айтады. Алшын, бұл Алшын дегеніміздің өзі кіші жүздің ішіндегі бұл Моңғолия өңірінде 13 ғасырда өмір сүретін Алшын татарлардың ұрпағы дегенді айтады. Бұндай әңгіменің бірін орта ғасырлық ғалым кезінде Құлагеттар мемлекетінің премьер-министрі болатын Рашид-ад-Дин Фазлуллах ибн Абул-Хайр Әл-Хамадани деген кісі өмір сүрген. Ол кісі 1247 жыл өмірге келіп, 1318 жылдың 18 шілдесінде Тебриз қаласында қайтыс болған болатын. Сол кісі Жамағат ат-Таварих деген кітап жазып қалдырған. Мынау сол кісінің кітабы, Рашид-ад-Диннің. Сол кісі айтады, Алтын Ордада алшындар үлкен қызметтерге ие болған болатын дейді. Жоғарғы қызметтердің бәрін алшындар иеленді дейді. Оған бірден бір себеп дейді, Алтын Орданың ханы болатын Батудың жақсы көретін жұбайы Борақшын осы алшын татарлардың өкілі болатын дейді, яғни солардың қызы дейді. Тағы да бір деректемелер бойынша, версия дейміз, мысалы версиялары бойынша таналарды жаңағы моңғолдың Тумат тайпасының апарып тірейтіндер бар. Кузеев деген ғалым айтады, қазақтың Танасы болсын, Тамасы болсын, Башқұрт руынан Тамян рулары болсын, барлығы бір-бірімен ағайындас бауыр рулар. Бұлардың бәрі моңғолдың Барғұтынан тарқайтын Туматтарға барып тіреледі деп айтады. Енді бұл руда өзінің кез келген қазақ руының өзінің көшіп қонатын бағыты болған, жайлауы, жаз жайлауы, қыс қыстауы болған болатын. 19 ғасырда
Таналар башқұрттармен бірігіп ана Орал мен Ембі аралығында көшіп қонып жүрген деген әңгіме бар. Әңгіме емес, деректемелер бар сондай. Одан бөлек мынау түркмен йомуттардың құрамында да таналардың ізі бар дейді. Одан кейін таналардың бір бөлігі Ылбешинск уезінің аумағында көшіп қонып жүрген дейді. Бірақ бұл Ылбешинсктің өзінің аумағында ондай көп көлемде болмаған дейді. Олардың екі қыстауы компактный түрде екі жерде ғана орналасқан болатын дейді. Және де бірнеше осы тананың өкілдері Өлеңті өзенінің жоғарғы ағысында, құярлығында көшіп қонып жүрген, жаңа қыстаған дейді. Одан қалды Көкегөзек құмына қыстаған дейді. Бір бөліктері байбақтылармен бірге отырып Орал, Құлағын, Гребенщиковский қамалдарының маңында көшіп қонып жүрген дейді. Сосын Гурьев уезінде, қазір Атырау облысының аумағында 8 қазақ руы көшіп қонып жүрген. Олар Байұлы, Адай, Беріш, Есентемір, Асық, Таз, Тана, Шеркеш, Қызылқұрт, сонымен қатар Әлімұлының Кете, Қаракесек, Шекті сияқты және Жетірудың Тама рулары көшіп қонып жүрген дейді. Таналар осы уездің, Гурьев уезінің жаңа солтүстік батыс бөлігінде мынау Бағырдай өзенінің бойында жаңағы Түкпай жаңағы құмында қыстаған дейді. Одан кейін Бөкей ордасында Нарын құмы деген бар. Солның оңтүстік бөлігінде Беріш пен Қызылқұрттармен бірге сол жерлерде жайлаған дейді. Бұл кісілерден де енді Тана руынан да елге белгілі азаматтар өте көп шыққан. Әрине бұлардың басында енді белгілі қазақтың жырауы әрі батыры Есім ханның тұсында атақты әмір болған Маңғыстау өңірін, былайынша айтқанда Маңғыстау өңіріндегі елді билеген Жиембет жырау тұр. Жолымбет батырды айтсақ болады. Тағы да Базарбай Жұманиязов сияқты композитор, педагог, Қазақстан Республикасының халық әртісін айтсақ болады. Белгілі ақын Қубала Қуанышқалиұлын айтсақ болады. Болмаса белгілі зюдоист, самбист 93 жылғы туылған болу керек, жас жігіт ол өзі. Нұрбол Серіковті айтсақ болады. Болмаса жаңағы белгілі қазақ заңгері, Алашорданың батыс бөлігінің жетекшісі болған Жаһанша Досмұхамбетовті айтсақ болады. Дәл сондай Алашорданың өкілі Иса Қашқынбаевты айтсақ болады. Мысалы Жетпісбай Құттыбайұлын айтсақ болады. 19 ғасырда жауырыны жерге тимеген қазақ балуаны болатын. Арыстан Жұмалиұлын айтсақ болады. Белгілі әулие, көріпкел, сынықшы болған азамат болатын. Бұл кісілердің барлығы қазақтың Тана руынан шыққан болатын ағайын. Осымен Танаға арналған кішкентай ғана тарихи шолуымыз тәмам.